Жамбыл облысы әкімінің өкімімен Тараз қаласы әкімі болып Ержан Жұматұлы Жылқыбаев тағайындалды. Қала әкімін бекітуге Қазақстан Республикасы Президент әкімшілігі мен Тараз қалалық мәслихат депутаттары келісім берген. Облыс орталығының су жаңа әкімін аймақ басшысы Бердібек Сапарбаев таныстырды. Естеріңізге сала кетейік, 1982 жылы туған азамат бұған дейін облыс әкімінің орынбасары қызметін атқарған болатын. Бір қарағанда бұл кезекті тағайындау секілді болып көрінуі мүмкін, бірақ бұл тағайындаудың астарында терең мән жатыр. Нақтырақ айтсақ, өткен жылдың ақпан айында облыс әкімінің орынбасары болып тағайындалған Ержан Жұматұлы жаңа бастық Жандарал дегендей қол астындағы қызметкерлерді қуыра түскен болатын. Міне сондай бір кездесулердің бірінде сол кездегі Тараз қаласының әкімі Айтқазы Қарабалаев Ержан Жылқыбаевтың жағасынан алған көрінеді. Мұның қаншалықты рас өтірігін дөп басып айта алмаймыз. Алайда жұрт арасында осындай әңгіме тараған болатын. Оның үстіне мұндай қауесеттің пайда болуына екі әкімнің мінезді болған себеп болса керек. Мәселен, бұған дейін Жас Алаш газетінде Таразға қызу қанды Қарабалаев әкім болды деген тақырыпта мақала жарық көрген болатын. Аталған мақалада автор Қарабалаевты жамбылдықтар қызу қанды қара дүрсін басшы ретінде білетінін жазған. Бірер жыл бұрын Жуалы Талас аудандарында әкім болған кезінде Айтқазының қабылдауында қорқынышты жігіттер тұрады. Қарабалаев қызметкерлерін билетіп қояды екен. Өзін сынап жазған журналисті атамын деп қоқан-лоққы көрсетіпті. Тағысын тағы осы тақылеттес әңгімелер гулеп ел арасында тараған болатын. Айтқазы Қарабалаевтың Ержан Жылқыбаевтың жағасынан алғаны рас па, өтірік пе, бұл жағын нақты айта алмаймыз. Алайда осыдан кейін облыс әкімі Бердібек Сапарбаев қала әкімінің сынауын жиілетті. Әйтеуір Айтқазы Дәулетбекұлы кризис менеджер деген атағы бар әкімге бір жақпай қойды. Келесі мәселе, қаланың әкіміне, слушай, 400 метр жерді 2 айлап, 3 айлап істейміз. Неге ана медуелер жұмыс етпейсіңдер? Неге 200-мен жұмыс істемейді? Неге соны олардан сұрамаймыз? Асықпайды, бір 2 адам жүреді, 9-да келеді, 6-да қайтады. Содан кейін айтады, жалақым 80 мың, 90 мың деп. Әрине жалақы 80 мың, 90 мың болады. Солай жұмыс істейтін болса. Шыны керек, сынаймын деген адамға қала әкімінің кез келген кемшілігін бетіне басуға болады. Өйткені тіршілігі қыз-қыз қайнап жатқан 400 мыңға жуық тұрғыны бар шаһардан қиналмай-ақ кінәрат табуға болады. Ал енді өзінің сүйікті кадры болып саналатын Ержан Жұматұлы Тараздағы қордаланған мәселені қалай шешпек? Сиқырлы таяғымен Таразды тап-тұйнақтай етпейтіні анық. Мұны әрине алдағы уақытта көретін боламыз. Біздің бір білетініміз, Бердібек Сапарбаев өзінің сүйікті кадрының жағасынан алған Айтқазы Қарабалаевты кешірмеді.